Құрметті болашақ аналар және де қазір декретте отырған аналар. Президенттің жолдауына сәйкес балаларға берілетін жәрдемақы мөлшері 18 айға дейін ұзартылғаны анық. Енді дәл осы нәрсені түсіндіретін болсам, бұл норма 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап туылған балаларға ғана арналмайды. Егер сіздің қазір сол 1,5 жасқа толмаған балаларыңыз болса, олардың барлығы осы нормаға енеді. Яғни айтайын дегенім, егер сіз тіпті желтоқсанның 31-і 2022 жылы бала дүниеге әкелсеңізде, ол балаға 1,5 жылдық жәрдемақы тағайындалады. Немесе мен өзімнің мысалымды айтатын болсам, менің Медина қызым 3 айлық, білесіздер, иә? Енді ол 1,5 жасқа дейін жәрдемақыны алатын болады. Мінекей, барлығыңызға түсіндірме ақпарат осындай. Балалардың 1 жасқа дейінгі алатын декреттік төлеміне қатысты сұрақтар өте көп. Осының алдында видеоға түсіндіріп айтқан едім, бірақ сонда да түсінбей жатқан оқырмандар өте көп, сұрақтар көп келуде. Я жоқ деп те жауап беріп жатып, әрине барлығына жауап бере алмаймын. Бірақ мына нәрсені қайтадан түсіндіргім келеді. Жаттап алайықшы, сосын өздеріңіз я жоқ өзгелер айтып отырасыздар. Егер сіздің балаңыз 1 қаңтар 2022 жылдан кейін дүниеге келсе, сіздер 1,5 жылдық декреттік төлемге ілігесіздер. Ал егер де сіздің балаңыз 1 қаңтар 2022 жылға дейін, яғни 21 жылы дүниеге келсе, онда ілікпейсіздер. Себебі қазіргі заң аясында декреттік төлем 1 жылға ғана беріледі. Мен осының алдындағы видеода өзімнің Мединамды айтқан болатым. Медина мысалға мамыр айында дүниеге келді, сәйкесінше ол 1,5 жасқа дейінгі декреттік төлемді ала алады. Қысқаша осы дейін, кейін пікір жаза отырыңыз.